Бауыржан Момышұлы көшесінің бойында орналасқан Глоба кофе ғимараты сот шешімімен заңсыз деп танылды. Бұған тұрғындардың шағымы себеп болған. Толығырақ алдағы бейнесюжетте. Аталған нысанға қатысты тұрғындар алғашында шағым білдірген. Тексеру нәтижесінде нысан орнына негізінен көгалдандыру жұмыстары жүргізілуі тиіс болған. Алайда заңсыз тұрғызылған нысанды бұзу тек соттың араласуымен ғана шешілген. Қазіргі таңда мынау артымызда тұрған құрылыс нысаны, мынау көрші тұрғын үйдің тұрғындары тарапынан арыз түскен біздің басқарма мамандарымен тексеру тағайындау актісі ашылып, тексеру жұмыстары жүргізді. Тексеру қорытындысымен осы артымыздағы қатысты иесіне қатысты хаттама толтырылып, негізінен қараушының сотқа жолданып, қазіргі таңда соттың қаулысымен аталған құрылыс заңсыз деп танылып, қазір бұзу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Шымкент қаласының тұрғындары осындай біздің басқармаға арыз жазуға құқығы бар. Шағымданса, біздің мамандар тарапынан осы тиісті тексеру жұмыстары жүргізеді. Сонымен анықтаймыз құрылыстың заңдылығын. Заңсыз болса, тиісті заң талаптарына сәйкес шара көріледі. Ол үшін шағымдану керек та бізге. Соттың қаулысымен жеке кәсіпкерге 50 мың теңге көлемінде айыппұл салынған. Сондай-ақ шаһарда қазіргі таңда 10-ға жуық заңсыз құрылыстар анықталып, тиісті жұмыстар жүргізілуде. Ал 2020 жылы 8 құрылыс нысаны соттың шешімімен бұзылған. 2022 жылы соттың қаулысы негізінде осы Global кофенің зданиясы заңсыз деп табылып, бұзылуға жатады деген шешім шыққан болатын. Осының негізінде атқару құжаты біздің мемлекеттік сот орындаушылар бөліміне орындауға келіп түскен болатын. Соның негізінде мәжбүрлеп орнату шаруалары қазіргі жүргізіліп жатыр. Яғни ағымдағы жылдың 28 маусымында мәжбүрлеп орнату шаралары бойынша бұзу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі кезде осы бойынша іс-әрекеттер атқарылып жатыр. Құзырлы органдар заңдастырып берген жағдайда басынан қайтып қалыптастырып басқа здания салуға болады. Заңдастырып қайтадан салу керек. Ал соттың шешімінен кейін заңдастырылған құжат бұл заңсыз болып табылады, заңдаспайды, яғни бұл міндетті түрде соттың шешімі күшіне енгеннен кейін міндетті түрде бұзылу қажет. Айта кетсек, мамандар кез келген құрылыс нысанын бастар алдында жергілікті органдардан рұқсат қағазының болуы шарт дейді. Көп жағдайда түсініспеушілік болуда осындай анықтаманың жоқ болуынан туындаған. Салаға жауапты мамандар заң талаптарын сақтап, бағынуға шақырады. Қарлығаш Байгөбек, Қайыржан Бекберген, Сәкен Серқұл, Әділет ақпарат.